Қайырлы күн баршаларыңызға. Бүгін сіздерге ең танымал малибу салатының рецептін түсірдім, бағалап кетіңіздер. Бізге керек ингредиенттер: көпчені тауық еті, сыр, қызанақ және қияр. Осы аталған өнімдердің барлығын майдалап, көбіктап турап аламыз. Малибудың классикалық рецептінде жалпы жүгері қосылмайды. Егерде үйлеріңізде болса, қоса берсеңіздер болады. Мен дайын сухарики қолдандым. Қолдан жасап қоссаңыздар да болады сухарикиді. Және де дәміне қарай тұз және майонез қосып салатымызды жақсылап араластырамыз. Малибу салаты оңай әрі дәмді болғандықтан мен үйде жиі жасап тұрамын. Сіздерге де кеңес етемін. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Ұлжанат Абайқызы.